Сәлем достар, қадірлі оқушылар. ұбт басталып кетті. Алюм туралы есептер келіп жатыр екен. Сол себепті мен сіздерге тағы YouTube каналда жазып қойған Химия онлайн Феруза апаймен каналында тұрған алюм есептер туралы естеріңізге салғым келеді. Мына жерде сіздер экранда алюм есептерін шешудің бір жеңіл оңай лайфхак әдісін көріп отырсыздар. Бұл не дегені? Лайфхак дегеніміз бұл оңай әдіс, оңай тәсіл, оқушылар үшін қол жетімді тәсіл болып есептеледі. Демек, бұл алгоритм бойынша бірінші қадамда алюм пайызы, бұл SO3 пайыз екен түсіну. Екінші қадамда SO3-тен H2SO4 алуда SO3 массасы 1,225 есе артатынын түсіну. Неліктен? Себебі 80 грамм SO3-тен 98 грамм күкірт қышқылы түзіліп жатыр. Ал 1 граммдан 1,225 грамм күкірт қышқылы түзіледі деп ойласақ болады. Немесе SO3-ті 100 деп алатын болсақ, онда пайыздық концентрация күкірт қышқылына айналған кезде 122,5 болады. Демек, үшінші қадамда сол туралы айтып жатыр. Енді төртіншіде, демек, диагонал әдісіне қоямыз. Бұл ретте біз бастапқы күкірт қышқылының концентрациясын және алюмнің концентрациясын жоғарғы неге орналастырамыз, ал ортаға біз соңғы концентрация. Мысалы, күкірт қышқылының концентрациясы берілген болса, соны орналастырамыз. Демек, ортаға қойып, сосын олардың айырмашылығын аламыз және пропорция арқалы өте жеңіл жолмен біз алюм есептерін шешіп шығамыз. Бұл туралы толық мәліметтерді Химия онлайн Феруза апаймен YouTube каналында және біздің өзіміздің каналымызда видеолар бар. Соларды алюм есептерін шешу, алюм алу теориясы деген тақырыптармен іздей аласыздар. Біздің каналға жазылыңыздар. Алюмге байланысты есептерді шешудің 1-2 әдісін ұсынғанбыз. Бұрынғы бәрі білетін математикалық әдіс және біз өзіміз ұсынып отырған лайфхак және жеңіл әдіспен шешіп шығу. Сіздер бұлармен танысып, өздеріңіздің ұбт-дағы балдарыңызды көтеруде пайдаланасыздар деген ойдамыз. Сол себепті сіздерге пайдалы мәліметтерді бергіміз келіп отыр. Сау болыңыздар достар, келесі эфирде кездескенше.